Бәріңізге сәлем. Үй жағдайында дайындалатын KFC тауықтарының рецептісін қабыл алыңыздар. Алдымен тауық етін осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Енді осы еттерді маринаттаймыз. Ол үшін тұз, қызыл бұрыш, паприка және өзіміз қалаған тауыққа арналған кез келген дәмдеуіштерді сеуіп, барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Ыдыстың қақпағын жауып, кемінде 1,5-2 сағатқа маринаттауға қоямыз. Еттерді қағаз салфетканың үстінде кептіріп аламыз. Сыртына панировка жасау үшін кукуруз хлопьясын алып, блендермен ұсатамыз. Қатты ұсақ болмай, осындай орташа ірілікте болу керек. Енді кептірілген нан ұнтағына кукуруз хлопьясын және аздап тұз сеуіп, барлығын қолымызбен жақсылап араластырамыз. Етті алдымен ұнға ұнатамыз. Одан кейін жұмыртқаға шылаймыз. Соңында дайын болған панировкаға ұнатамыз. Тауық еттерін қызып тұрған майда қызарғанға дейін пісіреміз. Газдың оты өте баяу болу керек, әйтпесе тауық еттерінің ортасы піспей қалуы әбден мүмкін. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кәмшат.